Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта сіздерге әртүрлі тапсырмалар беріледі. Оларды міндетті түрде орындаңыздар. Экрандағы сабақ тақырыбы мен оның мазмұнына назар аударыңыздар. Балалар, біз су тіршілік көзі ортақ бөлімі бойынша есептік және реттік сан есімдер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер есептік және реттік сан есімдердің бір-бірінен айырмашылығын анықтайсыздар. Олай болса, өткен сабақты еске түсірейік. Сан есім дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер нешеге бөлінеді екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сан есім екіге бөлінеді. Есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді екен. Балалар, енді барлығымыз бейнероликке назар аударамыз. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып, дәптерімізді ашып, жазамыз. 1 қатар, 3 орын, 9 мектеп, 6 сынып. Балалар, бұл есептік сан есімдер. Осы сан есімдерді
Енді реттік сан есімге айналдырып жазыңдар. Қане енді жазғанымызды тексереміз. Бір қатар, бірінші қатар, үш орын, үшінші орын, 9 мектеп, 9-шы мектеп, 6 сынып, 6-шы сынып. Сендер де осылай жаздыңдар деп ойлаймын, балалар. Жарайсыңдар, өте керемет орындағансыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сіздерге семантикалық карта берілген. Сан есімдерді реттік сан есім және есептік сан есімге ажыратып жазамыз. Бастаймыз. Жазып болсаңдар, тексерейік. 30 есептік сан есім. 5-ші реттік сан есім. 8 есептік сан есім. 90 есептік сан есім. 2-ші реттік сан есім. 10-шы реттік сан есім. 4 есептік сан есім. Сендер де осылай жазды деп ойлаймын. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақтан нені меңгергеніңізді байқау мақсатында сіздермен ойлантап ойынын ойнаймын. Экранға назар аударамыз. Бұл жерде 4 сөз берілген. Осы сөздердің ішінен артығын табыңыз. 4-ші, 9-шы, 5, 1-ші. Қай сөз артық деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде 5 сөзі артық. 5 сөзі сан есімнің қай түріне жатады? Дұрыс. 5 сөзі есептік сан есімге жатады. Тағы да экранға назар аударамыз. Бұл жерде 4 сөйлем берілген. Артық сөйлемді табамыз. 5-ші қатар, 30 орын, 8 анар, 2 қыз. Қай сөйлемді артық деп ойлайсыз? Ойланамыз. Дұрыс айтасыздар. 5-ші қатар сөйлемі артық. 5-ші сөзі сан есімнің қай түріне жатады? Дұрыс. 5-ші реттік сан есімге жатады. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын.